Бүгін ұлттың ұйысуы одан әрі дамудың басты факторы тақырыбында республикалық лекторий өтті. Шара қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін насихаттауға бағытталған. Жиынға Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары мен облыс әкімі, Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары, мемлекеттік орган өкілдері мен өңірлік этномәдени бірлестіктердің төрағалары қатысты. Көпшіліктің басын біріктірген шарада президенттің халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізіне бағытталған жолдауды жүзеге асыруда келелі мәселелер ортаға салынды. Бұдан бөлек қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін одан әрі нығайту жөніндегі бағыттарға басымдық берілді. Алқалы жиында сөз алған Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Нұртөре Жүсіп ұлттың ұйысуы мен ел ішіндегі татулық пен тұрақтылық жөнінде ойын білдірді. Әңгіме ұлттың ұйысуы болатын болса, соған Абай атамыздан артық айтқан адам жоқ. Қазаққа бірлік керек дегенде, ол бірлік не бірлік? Ол ақылға бірлік деген әңгіме айтты. Ақылға бірлік деген, бұлай қарасақ, мына тыныштық, тұрақтылық деген сөздерді жиі айтамыз, жиі жазамыз. Кейде осы сөздердің шаршатып дейтіндерді де мен естимін. Бірақ енді тыныштық не үшін керек? Тыныштық амандық үшін керек. Амандық не үшін керек? Жақсы өмір, жайлы өмір. Жаңағы озық елдердің өміріндей жақсы өмірге жету үшін керек.